Сәлем баршаларыңызға. Бүгін біз ерекше тағам дайындайтын боламыз. Аты сірне, сусыз және майсыз дайындалатын бұл тағам ерекше әдіспен жасалынады. Егер видеом ұнап жатса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал пісімді бастаймыз. Алдымен бізге не керек? Ет керек және құйрық май немесе іш май болса болады. Картоп, сәбіз, қызанақ, қырыққабат және пияз, сарымсақ керек болатын болады. Сіздерге алып бастап көрсететін боламын. Мына етті біз мынандай алып турап алдық. Әлде де тураймын. Қазір қалай турайтынын көрсетіп жіберейін. Майды бағыра қоя тұрайын. Етті өте анандай жіңішке қылып, жіңішке оғанда жалпақтау қылып, мынандай қылып тураймыз. Жіңішкелігі осылай болып тұру керек. Келесі құйрық майымызды негізі алдында шамалы мынандай турап алдым. Көрсетіп жіберейін, қалай турап алдым. Осылай турап аламыз құйрық майды. Міне. Ал сәбізді екіге бөлемізді. Осылай тураймыз. Енді қызанағымызды турап аламыз. Қызанағымызды өйтіп қатты майдаламаймыз. Осылай бөліктерге бөліп аламыз. Ал енді пиязымызды кәдімгідей бүйтіп үлкен-үлкенірек қылып кесеміз. Мына заттарымыз дайын болды. Ал енді мен қазір қазанды осы жерге әкеліп, қалай салатынымызды көрсететін боламын. Мына қазанды алдым. Алдымен майымызды алып, жаймендеп осылай көрініп тұрма сіздерге. Жақындатып көрсетейін. Мына наны осылай қазанның түбіне жайып шығамыз майды. Мына барлығын осылай жайып шығамыз. Қалдырмаймыз. Міне қазанның ішіне осылай майымды жайып шықтым. Енді осының бетіне жуамызды жайып шығатын боламыз. Мына жуамды жайып шықтым. Енді етімізді алып, етті де дәл солай жайып шығамын. Мына етті жайып салдым осылай. Енді осының бетіне помидорымызды саламыз. Мына жайып салдым. Енді біз осының бетіне сәбізімізді саламыз. Міне сәбізді жайып салдым. Енді осының үстіне біз картошкамызды саламыз. Осылай картошкамызды түгендеп салып шығамыз. Мен блендерден айналдырып шықтым. Сарымсақты, яғни чесногымызды осылай сеуіп шығамыз. Және кішкене қызыл бұрыш кристаллигімізді саламыз. Осылай сеуіп кішкене қара бұрыштан қосамыз. Тұз. Және лавр жапырағын жабатын боламыз. Енді осының бетіне капустамен бетін жабатын боламыз қырыққабатты.
осылай бетін жауып шығамыз. Мен просто үйде бар капустаны салатты осылай ашып не қылып жатырмын. Негізі бір домалақтен алып, бірін полный жапсасаңыздар да болады. Мінекейіңіз. Міне шауып шықтым. Осының бетіне қайттан май төсейміз. Міне барлығын жайып шықтым. Енді осына бетіне тағы да қайттан жуамызды салып шығамыз. Осының бетіне енді етті қайттан шайып шығамыз осылай. Міне еттің барлығын салып шықтым. Енді осының бетіне помидорымызды, қызанағымызды немесе төсеп шығамын шай. Осының бетіне сәбізімізді саламыз. Лаурис лавр жапырағын және бұрышты кішкене және чесногымызды қызыл бұрышымызды осылай қара бұрышты көбірек қоспадым, өткен кішкентай балдар жей алмай қалады. Мына картошкамызды салып жатырмын. Сыйғанша саламыз, сыймаған қалған қоя саламыз, кейін тамаққа пайдалана саламыз. Мына барлығы сыйды. Енді осына капустаны жауып шығамыз. Болды. Сопай капуста болды. Енді бетін жауып, отқа қоятын боламыз. Мына қазанымызды газге қойып жатырмыз. Бетін жауып, астын бірінші бір қатты қыздырып аламыз. Бір 10 минутта астын қатты отқа қойып, одан кейін жай басып қоямыз. Мына қазір тамағымызды әкеліп түсіреміз. Ал біздің тамағымыз дайын. Мына қазір көрсететін боламын. Бетіне пленка салдым. Ойбай, мен белгімен тақып көреміз. Міне бәрі піскен. Картошка деген езіліп тұр міне. Енді салатын боламын. Алдымен картошкасын салып аламыз тамақтың. Табағымыздың бетіне.
катушкасын саламыз, осылай бөлек. Енді етімен катушкасын саламыз. Андағы сорпасы, бәрі шыққан. Табағымыз, қазанымыздың бетін жабамыз. 2 табақ шығатындай қылып жасадым мен негізі. Бетін жауып қоямыз. Укропымыз, тамағымыздың бетіне укропымызды себеміз. Видеом ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Жасап көруге кеңес беремін. Жасап көріңіздер. Ас болсын.